Ассалаумағалейкум ағайын. Бізде бүгін мынандай проблема болып тұр. Негізі көп мерседестерде кездеседі, әсіресе 124-ші кузовтағы 2.3 простой моторларда. Көлікті оталдырамыз. Машина өзімен өзі газовать етіп тұрады. Өстіп тұра береді, оборот тоқтамайды. Қазір мен сіздерге бұның шешімін айтамын. Көлікті өшіреміз. Бұл не себепті болады? Мен өзімнің басымнан өткен жағдайларды айтып берейін сіздерге. Қараңыз, мында мына фильтрдің астында қазір көрсетемін алып. Фильтрдің астында бізде холостой датчик бар. Холостой датчик. Ол жай ғана бірінші причинасы. Холостой датчик толып қалған жағдайда осылай машина өзімен өзі газовать етіп, газды басып, өз жүріп кете береді. Водитель керек емес, былайша айтқанда. Ол проблеманы шешудің негізі 2-3 жолы бар, бірақ ең тиімдісі базарға барып, басқа холостой датчик сатып алсаң дұрыс. Біреулер тазалайды, бірақ оны тазалағаннан ешқандай пайда жоқ. 2 күннен кейін қайтадан сол ауру басталады. Мінекей қараңыздар, менің білуім бойынша, мына холостой датчик. Осы холостой датчикті ауыстырсаңыз қояды. Егер оны ауыстырған жағдайда қоймаса, әлі машина газовать етіп тұрса, екінші бір нәрсе бар. Мынау, потенциометр. Я шатаспасам сондай. Осы нені ауыстыру керек. Мынаны потенциометр, шатаспасам. И холостой датчик. Сол екеуін ауыстырған жағдайда сіздің машинаңыз өзімен өзі газ бермейді. Мына потенциометр. Бұны шешіп алсаңыз, қазір мен сіздерге көрсетемін. Потенциометр, шатаспасам аты сондай болу керек. Немесе шатасып тұрмын, білмеймін. Қараңыздар. Мұның ішіне мұқият қарасаңыздар, стеклочка. Мына затты көріп тұрсыздар ма? Мына затты. Вот, сол зат біреулерді мысалға шешіп алып қарасаңыз, либо ана жылтыр болып тұрады. Қатты жылтыр болып тұрады. Біреулерді сәл қарайып тұрады. Егер мына зат осы мүлде көрінбей тұру керек, сәл қарайып, қатты жылтыр болып тұрған жағдайда сіздің машинаңыз өзімен өз газовать етеді. Осы затты ауыстыру керек. Желательно осымен бірге холостой датчик дегеніміз мынау. Осыны да ауыстырып алғаныңыз өздеріңізге жақсы. Міне мен қазір өзімдікін ауыстырып қойдым, холостой датчик пен потенциометрді. Енді тексереміз. Қазір машина салқын болып тұр. Қызбаған, сондықтан әлі 10 обороттан сәл жоғары болып тұр. Қазір түседі. Міне. Болды. Осындай ағайын. Бар оған осы. Машиналарыңыз бұзылмасын. Жақсы, келесі кездескенше.